Армысыздар, құрметті кітап сүйер қауым. Мен Өмірбек Тоғжан, Дінмұхамед Қонаев атындағы номер 9-шы IT мектеп-лицейдің 10 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан челленджді 11-ші А сынып оқушыларынан қабыл алдым. Және де мектебімізді биылғы 10 жылдық мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаздарымызға қажымас қайрат, зор денсаулық, толағай табыстар тілеймін. Дей отыра, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап атты Абай атамыздың өлең жолдарын арнағым келеді. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақта. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдасып сағын қуған бойың еппе. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызықпа, оңғақ керме. Жүрегіңе сүңгіде түбін көзде. Сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Дей келе қолымдағы Абай атамыздың «Сен де бір кірпіш дүниеге» атты кітабын кітап сүйер оқырманға арнап, мектебіміздің кітапханасына табыстаймын. Және де дәл осы челленджді 10-шы А сынып оқушыларына жолдаймын. Назарларыңызға рахмет.